Бүгін біз осындай керемет үй жағдайында жасалатын 5 минутта дайын болатын сырный бөрек жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі тойымды, дәмі ауыздарыңызда еритін бөректі жасайық. Ең алдымен біз қамырымызға ұн, су, тұз қосып жақсылап қатты қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін кішкене июн қандырып, сосын жақсылап жұқа етіп жаямыз. Жұқалап жайғаннан кейін сырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, қамырымызды дәл солай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Сырымыз моцарелла сыры болса өте керемет болып шығады, өйткені жақсы еритін болады. Осылай қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, сырымызды салып, екі шетін жақсылап қысып орайтын боламыз. Жақсылап қысып ораңыздар, өйткені майға түскеннен кейін сырымыз еріп ағып кетуі мүмкін. Сол себепті жақсылап қысу керек. Осылай қызып тұрған майға екі шетін жақсылап қызартып пісіріп аламыз. Мінекей дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепті сақтап алыңыздар.